Сіз дәл қазір өміріңізді өзгертуге дайынсыз ба? Абай атамыз 15-ші қара сөзінде есті адам мен ессіз адамның айырмашылығын айтады. Есті адам пайдалы нәрсеге құмар болады, дұрыс ізденеді, дұрыс әрекет етеді және өмірін өкінішсіз өткізеді дейді. Ал ессіз адам орынсыз дүниелерге әуестеніп, күмән мен сенімсіздікке бой алдырып, өмірінің ең қымбат уақытын босқа өткізіп алады дейді. Егер сіз де өткен өміріңіздің көп уақытыңызды босқа жіберіп алғаныңызды сезсеңіз, уайымдамаңыз. Ең бастысы қазір қайта бастауға мүмкіндік бар. Неден бастаймын деп ойласаңыз, біздің тегін сабағымызға қатысыңыз. Бұл сабақта сіз жан-жақты білім алып, қана қоймай, өзіңізді дамытып, мықты тұлға ретінде қалыптаса аласыз. Егер сіз де өміріңізді өзгерткіңіз келсе, табысқа жетуді қаласаңыз және қалған өміріңізді өкінішсіз өткізгіңіз келсе, комментарийға плюс белгісін қалдырыңыз. Немесе профильдегі сілтеме арқылы өтіңіз, парақшаға тіркеліңіз. Мен сізге келесі қадамдарды жасауға көмектесемін.